Қайырлы күн барлықтарыңызға. Сіздерге сұрақтарыңызға жауап берейін деп, срочно орамалымды тақтым да историяға шығып тұрмын. Бірінші сұрақ міндетті түрде барлығында осылай болып жатыр. Қалай таныстыңыз, несімен ұнады деген сияқты, я? Кім таныстырды деген сияқты. Бізге бір жандар себепші болды, бірақ 1,5 жыл бұрын. 1,5 почти, я. 1,5 жыл бұрын. Бірақ мен ол кезде жоқ, все болмайды деп, мен түбегейлі қарсы болып тоқтатып тастаған болатынмын. Таныстым дағын, сразу жоқ деп әңгімені сол жерден тоқтатып тастаған болатынмын. Одан кейін қазір айтады енді ол кісі, менің тахаджудымның, менің дұғаларымның жауабысың сен деп 1 жыл бойы үзбей тілепті. И осы жылға бұйырып тұр, енді біз ойлағандай болмайды, Алланың қалауымен болады барлығы. Мен де сол барат түнде тіледім, қайырлы болса жақындат деген сияқты. Сонымен бір түнде шешілген нәрсе. Сонымен сол 1,5 жыл жоқ деп келген Гүлназымның ойы бір түнде жақшыққа өзгеріп, мені жақсы көріп тұрса, мен үшін барлығын жасап тұрса, мені сыйлап тұрса, алақанды аялап тұрса, неге ойланбасқа деп ойымды өзгерттім. Қорқыныш міндетті түрде болады, міндетті түрде менде де болды. Ол үйлене салу, деп болды деп шыға салу, ол оңай. Но ары қарайғы өмірің бірге, қалай өмір бақи бірге тұруың, бір-біріңді түсінуің, сыйласуың, сіңіп кетуің, соның барлығын ойлағанда әрине менде де қорқыныш болды, бірақ Аллаға тәуекел еттім да, дұғамды жасадым. Сонымен Алла өзі солай сенімділік салып қойды жүрегіме. Ол кісі де ажырасқан, мен де ажырасқан, тағдырласпыз. Сол үшін де бір-бірімізді түсіну оңайырақ болып жатыр. Және де сенімділік менде қай кезде болды, таңдаудан қателеспей дұрыс таңдау жасап жатқаныма сенімділік қай кезде болды. Сөз салған кезде, енді мен қанша жыл әбден өзім деп барлығын өзім шешіп, өзім ұйымдастырып, солай жасап үйреніп қалған адам болғаннан кейін, тоже ол күнде қалай болады екен, видеолар қалай болады екен деп уайымдап жүрген кезде маған бір ғана сөзі ұнады. Уайымдама, бұл сенің ең маңызды күнің, өміріңде есте қалатын сәтің, ештеңені уайымдама, мен қасыңдамын, мен осы үшін жүрмін, барлығын мен өзім шешем, мен өзім реттеймін. Сен тек осы ең маңызды күніңнен ләззат алып, әдемі болып құлпырып жүре бер деді. Сол ұнады. И ағаларын, туыстарын, анасын, бауырларын көріп, ата-анама керемет құдалар жолықты деп сол жағынан да қатты қуанғам. Оның балалары бар ма дегіңіз келген шығар, балалары бар, барлығымен жақсы араласамын, уже қыздарымен де қыдырып, үйге де келіп, солай үлгеріп жатырмыз, отношениямыз жақсы. Ал Димашты мен үйде, мен тұрмысқа шықсам да, шықпасам да, о басынан солай келісілген болатын. Бізде ата-анамда ұл жоқ болғаннан кейін үйде ата-анамның қасына серік болсын деп, о бастан солай келіскенбіз. Бірақ ертең каникулға шықсын, Алматыға алып келеміз, қыдыртамыз, каникулда мен қасымда болады, одан кейін мен барып тұрамын, осайда дағы барамыз деген сияқты, мен барып тұрамын, ол келіп тұрады, так что мен бір жерге қалдырып бөтен адамдарға тастап кеткен жоқпын. Сол үшін қатты жазбаңыздар. Орамал томбақ көрсетті ма? Жалпы енемен тұрмаймын, өйткені оның өзінің келіні бар қолында, қара шаңырақта. Бірақ мама кеше етке шақырған, ет асып, тамаққа барып қайттық, жиі жолығып тұрамыз. Жалпы бауырлары, анасы барлығы, жолдасымның бір районда тұрады, үйлерін барлығы қатар-қатар. Сол себепті түскі болсын, таңғы болсын, кешкі болсын, тамаққа шақырып, бір-бірін шайға шақырып деген сияқты жиі жолығып тұрамыз. Өте бауырмал, өте үйімшіл. Ал үй сол Думанда, және осы ЖК-да, қазір біз ЖК-дамыз, Домда. Осы ыңғайлы болып тұр бізге, себебі үлкен үйге прям қонақ күтетіндей болып, ондай болып жатқан жоқпыз. Сол себепті осындамыз.